айтасың Медина, елімізде көптеген миллион тонна тұрмыстық қалдықтар жиналады екен. Оның ішінде 15%-ы мынау пластик қалдықтар екен. Пластик қалдықтар дегеніміз не, Медина, білесің бе? Айта қойшы кәнекей. Стакан, қасық, және баклажка. Жарайсың. Қоршаған ортаны ластанудың алдын алу үшін, Медина, біз қазір зиянсыз пластик жасайтын боламыз. Осы пластик қалдық заттарын біз не істейміз, Медина, пайдаланып болған соң? Тастап береміз. Тастап жібереміз. Ол дегеніміз біз қоршаған ортамызды ластап жатырмыз. Осы қоршаған ортамызды ластанудың алдын алу үшін біз зиянсыз пластик жасайтын боламыз. Олай болса, жұмысымызға кірісейік, Медина. Апай. Достар, қазір біз зиянсыз пластик жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар: сусыз кесіз, су, ағаш қасық. Апай, ана не? Медина, бұл желатин. Ал мынау біздің, Медина, түрлі түсті бояуымыз. Мынау глицерин. Медина, жұмысымызды бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін есімізден шығармауымыз керек. Апай. Алдымен ыдысқа су құямыз. Медина. Енді желатин саламыз. Енді қасықпен араластырамыз. Медина, осы желатиніміз толық ерігенше 10 минутқа қойып қоямыз. Енді осыны баяу отқа қоямыз. Медина, көмектесіп жіберейін, иә? Медина, біздің қоспамыз қоюланған сияқты. Апай, көрейін. Болады, абайла бірақ, Медина, иә? Енді баяу аламыз. Енді осыған, Медина, не қосамыз? Біз енді сүтке сумен глицерин қосамыз. Медина, қауіпсіздік ережесін ұмытпаймыз ғой, иә? Кәнекей. Бұл сірке суының бізге 2 ас қасық керек болады, сірке суына. Біреу. Санай қойшы, Медина. 2. Енді, Медина, не қосамыз? Жарайсың, Медина. Кішкентай қасық қосамыз. Енді қоспаны баяу отқа қоямыз. Абайла, Медина. Мен қозғап жіберейін, иә? Медина, бұны 5 минут қойып шығамыз. Апайна баяуды қосуға бола ма? Болады, әрине, Медина. Кәне, кішкентай. Осыны қосамыз. Медина, айта қойшы, біздің қоспамыз қандай түскен енді? Жасыл. Апай, дайындалған қоспаны қағазға қоямыз. Енді осы қоспаны температураның үстіне қоямыз. Медина, біздің қоспамыз дайын болған сияқты. О, апай! Көрдің бе, Медина, біздің зиянсыз пластигіміз иілгіш және икемге келеді, иә? Енді осының артықшылығы неде екенін білесің бе? Бұл табиғи жолмен ыдырайды және ол қоршаған ортамызға ешқандай зиян келтірмейді. Адам ағзасына да зиянсыз. Біз мына конфет салынған ыдысымыз, бұл зиянды. А егер осындай зиянсыз пластиктерден жасалса ыдыс қаптамаларын, ол зиянсыз болып келеді. Медина, осыны енді біз үстіне конфет қойсақ та болады, түрлі көкөністерімізді қойсақ та болады.
кәнекей өзің қойып көрші. Достар, осындай заттар кең таратса, табиғатымыз таза болады. Олай болса, Медина екеуміз сіздерді пластиксіз таза Қазақстанға үлес қосуға шақырамыз. Қош сау болыңыздар.